Ешқандай конкуренті жоқ кәсіп айтайын ба? Ол трейдинг. Қызық мысалға, сен нан сатып тұрсаң, қасыңдағы нан сататын адам сені жақтырмайды. Өйткені бағанағы клиент саны шектеулі, ол сен оның конкурентісің. Ал трейдерға дос конкурент емес. Неге десеңіз, енді трейдер ақшаны қор биржасы арқылы табады ғой. Мысалы, Форекс биржасы бар, NASDAQ биржасы бар мысалға да. Ол жерде күнде триллиондаған ақша айналады. Доллармен есептегенде. Мысалы, бір айдың өзінде Форекста 10 триллион ақша айналады. Яғни, сенің конкурентің жоқ та бұл жерде. Миллиард табасың ба, миллион табасың ба, екінші трейдер сені жек көрмейді. Керісінше сенен үйренгісі келеді, саған жақындағысы келеді. Саған сенімен дос болғысы келеді. Яғни, осы әлемде бір конкуренті жоқ кәсіп болатын болса, осы трейдинг деп ойлаймын. Ал басқа кәсіпте келетін болсақ, мысалы, сен керемет бір қонақ үй аштың деп, 3 жыл жақсы жүрді қонақ үй. Қарызға батып тұрып. Бірақ қасыңнан или жақын жерден бір қонақ үй салатын болса, елдің бәрі жаңа қонақ үйге тоқтағысы келеді да, сенің кәсібің өледі. Или сен бір керемет хитмен әншісің да, екінші бір хитмен пайда болады да, сенің әндерің ақырын ұмытылып бастайды. Кез келген кәсіпте конкуренция бар. Бірақ конкуренция жоқ. Бір сала ол трейдинг. Сондықтан да қосымша табыс есебінде немесе негізгі табыс есебінде үйреніп алсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Кеңестерім ұнаса, лайк басып каналға жазылып кетіңіз.